Сәлеметсіздер, здравствуйте. Менің есімім Sevinç, Қазақстанға келдім. Қазір сіздер көріп жатқан бұл қасиетті білім ордасында мен арманымның негізін қалап жатырмын. Жолымды жарық еткен ұстаздарым Әлішер аға мен Жансая апай, олардың сенімі мен қолдауы мені биік мақсаттарға жетеледі. С самого детства я мечтаю стать прокурором. Для меня это не просто мечта, а осознанная цель всей жизни. Быть прокурором значит защищать справедливость, говорить от имени закона и стоять на стороне правды. Я хочу честно служить своему народу. Біздің халқымыз ғасырлар бойы киіз үйде өмір сүріп, еркіндікті ту еткен. Ат жалында өткен ғасырлар ұлттың рухын, батырлықты, салт-дәстүрді ұрпаққа аманат етті. Бесік жырмен басталатын өмір шілдеханадан бастап тұсаукесерге дейін жалғасатын ғұрыптар бәрі біз үшін келді. Қонақ келгенде есік емес, жүрек ашылады. Дастарханымызда бауырсақ пен тілек, шай мен шынайлық. Бұл қазақтың болмысы, бұл менің болмысым. Я горжусь тем, что родилась на этой земле. Земле, где сосед, брат, где гость, святыня, где уважение выше золота. Мы народ, который не забывает, кто он. И в этом наша сила. Когда ты знаешь свои корни, ты можешь вырастить крылья. Я казашка, я часть великой культуры. Я голос будущего, в котором прошлое звучит гордо и светло. Ва азиз достар, esте tuting, har bir xalqning yuragi uning tarixida, mehrida va orzusida yashaydi. Biz Qozog'iston yoshlari o'z ildizimizni asrab, kelajakka yorqin nigoh bilan qaraymiz. Do'stlik bizni birlashtiradi, tinchlik baxtimiz, madaniyat g'ururimiz. Yuragimdan aytaman, barchamiz bir osmon ostida yashaymiz. Mehr bilan, totuvlik bilan, orzu bilan.